Сәлем достар, бүгінгі тақырып 2 айлық балаға жасалатын массажды көрсететін боламын. Соңына дейін қараймыз. Ең алдымен, как всегда, видеоға лайк басып кетейік. Тіркелмеген болсаңыз подписаться деген батырман басып тіркеліп кетіңіз. Так, 2 айлық балаға общий массаж жасаймыз. Қызыл маймен жасасаңыз болады, немесе baby oil деген бір масло бар. Сондаймен жасасаңыз да болады. Арнайы майға да видео түсіп көрсетермін қандай май екен. Так, қатты нагрузка салмаймыз 2 айлық балаға. Кене бостау бұл 2 айлық баламыз. Общий массаж жасаймыз, қатайтамыз. Жақсылап видеоның соңына дейін қарап отырыңыз. Таваннан бастап жасаймыз. Приемға орағанда дәрігерден назначение алып алыңыздар. Балаға массаж жасайтын кезде. Ешқандай ақауы жоқ болса да, для профилактика 2 айдан бастап жасаса болады массажды. 2 айдан бастаса. Кейбір балдарда гипертонус болуы мүмкін. Қалыпты жағдайда 4 айға дейін болады гипертонус. Қолын жұмып алады. Негізі қалыпты жағдайда 4 айға дейін болады. Ол 4 айында өзі кету керек. Кейбіреулерде ол кетпейді. Массажбен кетіресің. Массаж плюс дәрілері бар беретін. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып отырсаңыздар болады. Мыжғылау арқылы жасайсыңдар, достар, мыжғылау арқылы. Бірақ қатты нагрузка салмайсыңдар, алдыңғы мен көрсеткенімдей. Әр айға бөлек-бөлек массаждарды көрсетіп келе жатырмын. Тізенің үстін баспайсыз, соның жан-жақтарын оқаласаңыз болады. Осы видеоны WhatsApp группаларға жіберіңіз обязательно. Біреулерден тікен шығады, кейбір балдардан да, 2 айлық балдардан шығады кейбіреулерден. Бірінші күні қатты жасалмайды, бірінші күні легкий жасайсыңдар. Екінші күні чуть-чуть уже қоса бересіңдер ғой. Себебі бірінші күні нагрузка болып кетуі мүмкін, балаға түнде кішкене ыңырсып жылауы мүмкін. Сондықтан бірінші күні қатты жасалмайды. 2, 3, 1, 2, 3, опа, раз, 2, 3, до конца апармаймыз. Мына аяқта 6 айға дейін до конца апармайсыздар бетіп. Ал 6 айынан бастап уже до конца апара берсеңіздер болады. Қолына өтеміз, как всегда. Баланы 2 айынан бастап уже ішпен жатқызып үйрете беру керек. Чтобы ішпен жатқан бала уақытысында аунайтын болады тез. Уже 3-4 айынан бастап тез аунайды, 3 айынан бастап. Уақытысында еңбектейді. Уақытысында басын ұстайды уже бүйтіп. Ішпен көп жатқызсаң. Қолтық жағын қатты жасау болмайды, естеріңізде болсын. Екінші қолына өтеміз. Біреулерде айттым ғой, қалыпты жағдайда гипертонус болады, кейбіреулерде тырысып алады. Қатты нагрузка салмай сондайларға. Қызыл сызық дейсің ба? Қиылған. Кән? Жоқ, кететін зат емес ғой. Өзінікі ғой. Қорқатын зат емес ғой. Так, арт қарап жатқызамыз. Қолын аяғын жасап болғаннан кейін кішкене қыздырып аламыз. Жамбастан бастап жасайсыздар. Осырып отыр. Жамбастан бастап жасайсыздар. Омыртқаны басуға болмайды, естеріңізде болсын. Омыртқаға жасауға болмайды. Соның жан-жақтарын жасайсыздар. Основной 2-3 айлық балдарда жауырын жабысып қалады көбінесе. Жауырындар, иықтар тез жабысатын болады да. Соларына қатты мән бересіз. Мойнына көбірек жасайсыздар. Әр айдың өз несі бар ғой. 4 айында ауна деген сияқты, 6 айында отырып еңбектеуіне деген сияқты да. Бұл 2 айлық балада, мысалы, уже иықтарына, мойындарына, біреулер аяқ баспайтын балдар болады, аяғын баспайтын да. Аяғына көбірек мән бересіздер. Бірақ общий массаж жасалады. Арқасын жасап болады, содан кейін аяғын өтеміз қайтадан. Аяғын жасаймыз, достар. Арқасын өткен кейін. Мына маймен де істесеңіздер болады. Кейбір балдарға бірақ аллергия береді бұл. Кейбір балдарға да. Айттым, кейбір 2 айлық балдар болады, аяғын баспайтын балдар болады. Ондайларға жамбасына, аяғына көбірек мән бересіздер. Жамбасына.
Біреулер болады, аяғын баспайды дейді. Мысалы, приемға апарады ғой. Сол кезде невропатолог аяғын баспайды деп жібереді. Негізі аяғын басады да ол бала. Себебі ұйқыдан тұрға салып қарайды. Ұйқыдан тұрға салып бала аяғын бірден баспайды. Егер приемға апарған кезде ұйқысын тұрғызып, қандырып, кішкене ұйқысын ашып алу керек та. Содан кейін бар врачтың алдына кіргізу керек. Өйтпесе ұйқылы ояу бала бірден аяғын нық баспайды да. Айтқандай қатты нагрузка салмайсыздар. Потом мойын жағына өтесіздер. Аяғына көбірек мән бересіздер, сосын мойнына көбірек мән бересіздер. Жауырын жабысқан жабыспаған бет білгі болады. Жақындап тұр, көрсетіп жіберейін. Баланың жауырын жабысқан жабыспаған. Мына жағы мен көрсететін жерде. Міне қолды жайлап артқа қаратамыз. Көрдіңіз ғой да? Жайлап бүгесіп міне. Көрдіңіз ғой, мына жері ашықтыр күшті болып. Жауырын жабыспаған. Потом иығын көресіз. Міне. Кішкене ашып, бетеп қарайсыз мына жерлерін. Міне ашықтыр. Балаға неприятный ондай ештеңе болып жатқан жоқ та. Егер иықтарда жабысып қалған болса, балаға неприятный болады. Көрдіңіздер ғой да? Мына жерде без болады. Кейбір балдарда бұл бездің үстіне уқалауға болмайды, басуға болмайды. Өстеп, иегінен ұстап, мойнына жасайсыздар. Мойнын ұстау керек, 2-3 айдан бастап ұстау керек. Мойнына көбірек мән береміз 2 айлық баланың, аяғына көбірек мән бересіздер. Потом мойнына бәріне жасап боласыз ғой. Ішіне жасаймыз одан кейін. Соңынан ішіне жасайсыз. Май жағып аласыз. 2 айлық балдарда көбінесе іштеріне желі қарсады. Содан да мазасызданып жылайды, іші қатып қалады кейбір балдардың. Жақсылап май жағамыз, сағат тілімен уқалаймыз. Жоғарыдан төмен қарай өстеп уқалайсыз. Ашуын көріп қалмасын. Ішіне желі қарсады. Өстіп уқалағаннан кейін біреулердің іші қатып қалады деп жатырмыз ғой. Босайды кішкене. Үлкен дәретке шығады осыдан кейін да. Өстіп уқалағаннан кейін. Сағат тілмен айналдырып уқалайсыз. Көрдіңіз ғой? Осылай уқалайсыз. Балаға кішкене неприятный болуы мүмкін. Бірақ сонда жасайсыз. Солай, ешқандай қиындығы жоқ. Жаңа айттым ғой, 2 айлық балаға аяғына көбірек мән бересіз, мойнына, сосын ішіне. Бірақ общий массаж жасалады. Лайк басып кетейік видеоға обязательно и каналға тіркелейік. Осы видеоны WhatsApp группаға жіберіңіз, хорошо? Все.